Ассаляму алейкум, ас дайында жент дайындаймыз. Ол үшін бізге талқан, печенье, май, мед қажет. Талқан менде қант қосылған. Сіздерде қант қосылмаған болса, шамамен 200 грамм талқанға 50 грамм қант қосамыз. Печеньені үгітіп аламыз. Мен оқтаумен үгіттім. Май пачкада болса, құрамында пастерленген кілегей, немесе жай ғана кілегей деген жазу болса, алыңыз, болмаса, ол маргарин болғаны. Бал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне дайын. Енді осыны қалауыңызша силиконды форма ыдыстарға саласыз. Менде әдеттегі контейнер. Пресстеп салып, бетін жауып, тоңазытқышқа 1,5-2 сағатқа қоямыз. Уақыт өткен соң аударып, қалаған формада кесеміз. Мен 4 бұрыш етіп кестім. Осындай 3 тарелка болды.